Қайырлы күн қыздар. Біз сіздермен осындай бисквитті балды тортты дайындаймыз. Торт өте оңай жасалады және құрамындағы заттар барлық үйден табылатын қарапайым заттар. Тортты жасап көріңіздер, өте керемет боп шығады. Менің каналыма жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Тортқа қажетті заттардың барлығын төменде описанияда жазып қалдырамын. Міне торт осындай керемет боп шығады, үлпілдек болып. Тортымызды дайындау үшін алдымен таза ыдысымызға жұмыртқамызды және қантымызды, бұдан соң балымызды салып, миксермен жақсылап араластырып аламыз. Бұдан кейін бұл массаға ұнымызды елекке салып, оған қопсытқышты салып, ұнымызды електен өткізе отырып, миксермен араластырамыз. Міне бізден осындай масса шықты. Енді тортымызды дайындаймыз. Пергамент қағазын формамызға салып, үстінен дайын болған массаны 4-ке бөліп, құйып, 160-170 градуста 5-7 минут пісіріп аламыз. Ол сіздің пешіңізге байланысты. Міне бізде осындай боп шықты. Енді осыны матаның үстіне түсіріп аламыз. Корждар өте жабысқақ боп келеді. Біздің пешімізде корждарымыз пісіп жатқан уақытта біз қаймағымызбен қант ұнтағын салып, крем дайындаймыз. Енді міне корждарымызды жинаймыз. Мен осылай шеттерін алып тастаймын. Бұны блендермен езіп, үстіне жағатын боламын. Торттарды жинау үшін алдымен ыдысымызға кішкене кремімізді салып аламыз, сонда тортымыз жылжымайды. Мен осындай тортты жинауға арналған форма пайдаланамын. Міне біздің тортымыз осындай боп шықты. Енді сыртына кремді жағып, сыртын корждың қалған артық жерлермен әсемдеймін. Сіздер қалай әсемдейсіздер, ол өз қалауларыңызша. Торт өте тез дайындалады. Міне біздің тортымыз дайын болды. Жасап көріңіздер, ас болсын. Лайк басуды ұмытпаймыз.